дейді да. Бір зат істеу керек, мысалы үшін алған кезде шаруа бола ма, я бар, істеп шығарсам нан ба, пластик жасап береміз да, бірақ бір кепіл керек болады. Ана не бар, 17 миллион қол соғылтамен шығады, 17 миллион. 5 миллион соғылтамен шығады. 5 миллион соғылтасы 60 мың болады. Бір жарым жылға керек. Бәрі пластикке салып береді. Банкноттың нақылап, бір пайыздан нақылап алып кете бересіз оны. Жаңа 50 миллион деген бірақ ертең әммен барып көреді, мысалы үшін біздердің агенттер бар да бұл жерде. Әр махалледе бір агент бар, 6 махалледе бекітілген болса 6 махалледе 6 агент бар. Бірінші жағдайын көреді. Мал алама деген мал сақтау шариғаты бар ма, жоқ па, қораларында бәрін көреді да. Мысалы үшін істеп шығарамын дегенмен үйде істеп шығару несі бар ма, шариғатым жоқ па. Соны өткеннен кейін жаңағы банкирге тапсырма береді, банкир тапсырма береді да. Біз алмат деген мал шығарып берді. Пайызы 25%. Ер бала үшін. Аял үшін 23%-ға түседі. Кеше президенттің аял қыздарға мүмкіндік беріп жатыр ғой қаржыға. Соған қарап аял қыздар кредит алса 23%. 17 миллион алсақ та 23-тен келеді. 23 миллион. Аял қыздан атына алсаңыз 23 миллион. Себебі аял қыз өзінің бәнсі, әмен өзінің бәнсі. Ол кредит шығатын ақтар әңгімесі, налог бар, жаңағы 375 мың төлеп, несін ақы бересің. бір жылдан өзің бәтілсең да, себебі ол ерте пенсияға шыққан ақтар саған доход көп есептелінеді. Сосын сен сұрайын мен сол өзі бәлкілеу деген кредит қой. Жұмыссыз адам жұмыссыз тәмін. Енді мен жұмыссыз адам шаруашылықта істей жатырмын, сол кредит алмадым. Енді мен ана 50 миллионды алсам, маған қорам керек, нем керек қой. Сол қора салым керек. Мысалы, мал байлайтын қора тауық сақласам, тауық қойма қой, дұрыс емес пе? Соған кірмеймін ма? Мысалы, сен қорам жоқ деп маған бермей қалмайды. Бірінші қорам өзін істеуі тұр ғой. Мысалы үшін құрылысқа бермейді да кредит. Аспап үстелеге береміз да. Сол үшін сіздер біледі ғой. Мен жай салым керек, соған кредит керек. Біз құрылысқа бере алмаймыз да. Аспап үстелені алуға береміз да. Ішіндегі мысалы үшін нан болса, нан пекарник істейтін заттарын алуға береміз да. Бақша болса, бақшаға инвентарь береміз. Сөлшек, жаңағы туретке, балалардың жататын карабаты, сондайларға бере аламыз да. Бірақ құрылыс деген жүйе жоқ та оның ішінде. Соның үшін сен қазір жаздың күні ғой, ертең істеп, қора істеп алсаң өзің. Сая ма қазір керек, қыс емес. Қысқа дейін сен мысалы үшін бір малын теміртіп, сатып алып, бірақ мал болу керек обязательно сенің үйіңде. Біздер бармай, прокуратурадан барады, Нөкістен келеді ғой, Центробанктен келеді, тексереді да, ертең біздердің ізімізден да. Соқта ертең көрсеткен зат керек да. Біреулер айтады, жаңа ауылға беріп қойған, неге беріп қойған, жайлауға жүргенде, ол өтірік зат болады да, айтамыз деген. Ауылға ағайынның малын дұрыс деп. Сол менің сол бәрін ақиқатты айтып отырған ғой, қора саламын, ентемен бер. Енді қазір малын кішінен ағайын көп. 50 миллионға неше мал береді мысалы үшін? Көп болса 4 мың береді, 4 соғымға аларсаң. Жақсы 5 мың жүйіп кеңінен алып. Енді соң қысқа дейін қора істеп алмау болады ма өзің? Енді сол қора істеп Бірден қораға келіп деймін. Қазір бағанақта бізге көрсететін зат керек та оны айтатын. Мына шариғаты бар, суретке түсіріп тастамыз керек біздер. Қорасы бар мінекей, ішінде мал сақталатын шариғаты бар. Сондай не жұмыс керек та біздер.